Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі видео сабағымыз жаңартылған орта білім беру мазмұны бойынша бастауыш сыныптарға арналған білім беру бағдарламасы бойынша сауат ашу пәні. Сауат ашу пәнінің маңыздылығы оқушылардың өмірінде жаңа пайда болған жетекші әрекет, оқу әрекетіне бейімдеу, тұрақты зейіні мен жадыны, логикалық ойлауы мен білім алуға деген қызығушылығын қалыптастырып, ой өрісін жетілдіру, сөздік қорын молайтып, байланыстыра сөйлеуге үйрету міндеттерін жүзеге асыруында. Сонымен қатар сөйлеу әрекетінің тыңдалым, айтылым және оқылым түрлерін дамыту арқылы басқа пәндерді меңгертуге негіз болуында. Әрі қарай осы айтылған мәліметтерді практика жүзінде Қостанай облысы Рудный қаласы 7-ші гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Түгел Балнұр Қанатқызының 1-ші сыныпта өткізілген сауат ашу пәні бойынша сабағын тамашаласақ. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сауат ашу сабағы. Ең алдымен бірақ біз жаңа сабағымызды бастамас бүгін біз бір ерекше сабақ қойғанбыз. Бүгін мен сендерге тәсілді пайдаланып жаңа сабағымызды жасаймыз. Мен саған, сен маған. Осы сөздерді қалай түсінесіңдер? Не істейміз біз бұл жерде? Мен саған, сен маған. Қандай әдіспен деп ойлайсыңдар? Не істейміз? Қане айта қоясыздар? Мен сендерге не қоюы мүмкін? Қане қолымызды көтерейік, шай беріп айтамын. Сұрақ қоюы мүмкін, сосын сендер маған істейсіңдер? Не істейсіңдер? Қолымыз маған айтамын. Жауап бересіңдер. Қане жұмбақ жасырам, сол жұмбақтың жауабын табуға тырысамыз. Мерасхан. Оюда бар, сызуда жоқ. Аюда бар, қоянда жоқ. Бұл жұмбақтың жауабы не деп ойлайсыңдар? Бектор айта ғой. Қандай әріп? Ю әріпі. Енді ю әріпі ол қандай дыбыс? Милана? Дауысты дыбыс, қосарлы дауысты дыбыс. Балалар, осы жұмбақтың ішінде қандай екі жануар туралы айтылған екен? Кім біледі? Қане Милана жауап бере ғой. Қандай? Аю және қоян жайлы айтылған екен. Осы жерде сендерге қайсы жануар көбірек ұнайды? Қайсы жануар көбірек? Аю. Ұлбеке? Аю жануар. Бірінші сынып оқушыларына сергіту сәтін ұйымдастыру тиімді болып саналады. Себебі ол арқылы пәнге деген қызығушылықты, шаршамауды бой жазу ретінде ұйымдастырылады. Бағдарлама бойынша берілген оқу мақсаты мәтіндегі кейіпкерлермен танысады, оларды сипаттайды, ю әрпімен танысады, ю әрпінің ерекшелігін біледі. Яғни оқулықтағы мәтінді жұртпен және дара оқу арқылы ең бастысы мәтіннің мазмұнын түсіну, оны әңгімелей білу және кейіпкерлерді сипаттау, сонымен қатар ю әрпінің ерекшелігін білу. Бұл оқушылардың айтылым, тыңдалым, жазылым және оқылым дағдыларын қалыптастыру үдерісі арқылы функционалды сауаттылығының негізін қалайды. Аюды қуды. Оны шаға бастады. Бұл мәтін аю, түлкі, қасқыр туралы айтылған. Аю аралардың ұясын бұзып кетті. Аю қасқыр мен түлкінің озып кетті. Аралар аюдың ізінен қуып шаға бастады. Мынау ақ аю, мынау қоңыр аю. Аюлар қыста ұйықтайды. Аюдың баласын қонжық деп айтаймыз. Аюлар жүгірмейді. Аюлар серуендеп жүреді. Аюлар бал жақсы көреді. Балды біз аралардан аламыз. Сосын аюлар қыста ұйықтап болғасын жазда тұрады.
Аюдың орысшасы медведь, ал ағылшыншасы бея. Тақтаға назар аударамыз. Маған қараймыз. Енді Қанеке бірінші. Қою дейтін сөздің ішінде 3 әріп бар, 4 дыбыс бар, 2 буынға. Қою деген сөзде 3 әріп бар, 4 дыбыс бар. Қою деген сөз 2 буынға бөлінеді. Қазір балалар бізде кері байланыс. Біз қазір орындаған тапсырмамыз бойынша түсінгенімізді, білгенімізді қолымыздағы күлегештер арқылы бағалайтын боламыз. Кім қалай түсінді? Осы жерде тұрған 3 банка бізде бал тұр. Сол балдарға келіп, ақырын барлығымыз келіп, күлегештерімізді жабыстырамыз. Қанеке келе қойыңдар барлықтарың. Қанеке ақырын келіп жабыстырамыз. Қанеке бәріміз орнымызға отырамыз. Қарап тұрсақ, біздің барлығымыз қай жерде тұр екен күлегештеріміз? Қандай балдатыз? Толық балдатыр. Ендеше бүгінгі тапсырманы біз барлығымыз толық өте жақсы орындадық. Жарайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа барлықтарыңыз белсене қатыстыңыздар. Сау болыңыздар. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бірінші сыныпта сауат ашу пәнінен ю кепкелерді сипаттаймыз, және соның ішінде тақырыбымыз ю дыбысы және әріпі. Осы тақырып бойынша негізгі тоқталғаным ол оқу мақсаттарына. Бұл жерде оқу мақсаттарына не білу керек? Әңгіме айта білу керек, дұрыс тыңдай білу керек, орфоэпиялық, орфографиялық нормаларға сәйкес дыбыстарды дұрыс жаза білу керек, және де ол сөздерді талдай білу керек. Осы тақырып бойынша бүгін бірнеше жұмыстар жасалды. Ширату жаттығу жұмыстары барысында жұмбақтар жасырыну арқылы тақырыптар ашылды.